Hello, my students. I'm glad to see you here. Today, we will continue about to be verb with he, she, it. Сәлем студенттерім. Бүгін сіздермен алдыңғы сабақта өткен to be етістікті жалғастыратын боламыз. Және оны біз he, she, itпен байланыстыратын боламыз. He, she, it. Бұлардың to be етістігі біз алдыңғы сабақта өтпеген үшінші to be етістігіміз is бен байланысты. He, she, it is бен байланысты болып тұр. Енді қараңыздар. Бізде қазақ тілінде қыз болсын, ұл болсын, әйел адам болсын, зат болсын, бәріне біз ол деп атаймыз да. Ол кітап, ол Әйгерім, немесе ол Руслан деген сияқты да. Бірақ ал орыс тілінде, ағылшын тілінде олай емес. Мысалға, бұл тақырыпты мен сіздерге орыс тіліне сүйене отырып түсіндірген оңай болады деген ойдамын. Себебі мужской род, женский род, средний род деген тек орыс тілі мен ағылшын тілінде бар, я? Біздің өтіп жатқан тілдерімізден. Енді қараңыздар, ер адамдарға орысша он. Он Руслан. Он деп айту үшін біз ағылшын тілінде he-ді айтамыз. He-ді қолданамыз. Ал she дегенді бізді ана, яғни қыз балаға, әйел адамдарға қолдану үшін ана, she. Заттарға немесе жануарларға біз it дегенді қолданамыз. It is деп. Түсінікті деген ойдамын. Енді мен сіздерге барлық сабақта ескертіп айтып отырамын. Ағылшын тілі тұрған формула. Яғни біз алдында to be етістікті өттік қой, тура сол сияқты мына жерде де is бен де тура сол сияқты өтетін боламыз бүгін. He is a doctor. Ол дәрігер. Яғни ұл балаға, ер адамға айтып тұрмын, я? He is a doctor. He-ден кейін is to be етістікті қойдым. Одан кейін a doctor. Енді келесі. She is a nurse. Ол медбике. Немесе she is a journalist. Ол журналист. She is. It is a book. It is book. Ол кітап. Ал енді болымсызды қалай жасаймыз? Алдыңғы сабақта сіздер оны үйренген болатынсыздар. Болымсызды жасайтын, болымсыз сөйлемді жасайтын бір сөз болатын. Ол қандай сөз? Я, әрине, дұрыс айтасың. Ол not деген сөз, яғни емес. Енді мына жерде мен айтқан болатын ескертіп, мына not деген сөзіміз ол to be етістіктен кейін тұрады. Постоянно әрдайым сол жерде тұрады. Ол өзгермейтін қағида. Қараңыздар. He is not a doctor. Ол дәрігер емес. She is not a journalist. Ол журналист емес. Одан кейінгісі it is not a book. Кітап емес. Болымсыз түрде жасау сіздерге оңайға соқты деген ойдамын. Оп-оңай. Осылардың бәрін грамматикада өзіңіздің ауызекі сөйлеуіңізде ағылшын тілінде көмектеседі. Сондықтан да жаттап отырыңыздар. Ал енді сұраулы сөйлем қалай жасалады? Сұраулы сөйлем мен алдыңғы сабақта тура ескертіп айтқанымдай to be етістігі сөйлемнің алдына шығып кетеді. Ол қалай? Is he a doctor? То есть болымды сөйлемді біз сұраулыға айналдырып жібереміз. Только оны to be етістігін алдына шығарып жіберуіміз керек, я? He is a doctor болса, is he a doctor? Ол доктор ма, дәрігер ма? She is a journalist. Енді is-ді алдына шығарып жіберсек, қалай болады? Yeah, is she a journalist? Is she a journalist? Бұл кітап. It is a book. Бұл кітап па? Деген қалай болады? Is it a book? Is алдына шығып кетеді. Алдыңғы сабақта construction дегенді қолданған болатыныз. Construction қысқартулар деген сөз, я? Енді she is, he is, it is дегенді қысқарту үшін біз she's, his, its деп қысқарта саламыз. Ал болымсызда she is not, she isn't, he is not, he isn't, it is not, it isn't. Бүгінгі сабағымыз өте оңай, себебі алдыңғы сабаққа байланысты. Екі сабақ бір-біріне байланысты болғаннан кейін біріншісін оқыған болсаңыздар, екіншісі easy.
Okay, my students, I wish you good luck. Goodbye.